Көріңіздер, сақ болыңыздар. Сәлемдермен қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біліңіз. Кезде арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Елімізде 18-23 қаңтар аралығында қатты аяз болады. Қазақстанда 18-23 қаңтар аралығында ауа температурасы күрт төмендеуі күтілуде. Атлантика циклоны елдің көп бөлігінде ауа райын қалыптастырады. Циклонның фронталды бөліктерінде қар, боран, кей жерлерде жаңбыр және қар түріндегі жауын-шашын болжанып отыр. Сонымен қатар ел аумағында жел күшейіп, тұман және көктайғақ болады. Өңірлер бойынша болжам: 18 қаңтарда Түркістан облысында қатты жауын-шашын күтіледі. 20 қаңтарда Ұлытау облысында, 21 қаңтарда Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында күшті қар жауады. 21-22 қаңтарда Ақмола облысында, 22 қаңтарда Павлодар, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Абай облыстарында қарлы боран болады. 22-23 қаңтарда Шығыс Қазақстан, Алматы және Жетісу облыстарында қатты қар жауады. Ауа температурасының төмендеуі. Синоптиктердің болжамынша 22 қаңтардан бастап ел аумағында суық ауа массасы таралады. Батыста -10-20, солтүстік батыс және солтүстікте -20-30, орталық және шығыста -25-35, оңтүстікте -12-25 градус болады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.